سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم وبإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. رب زدنا علما وعملا وفهما. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. وبعد. السلام عليكم. Biz في معرفة التقوى taqvo o ne? Taqvoning bilinuvi, taqvo jayın, taqvoning ma'rifati, ya'ni taqvo degan ne? Soni biz o'tib жатқан edik. Bu imam Abu Abdullah Al-Haris Al-Muhasibi degan bu tabiiy kişi көптеген нәрселерді бізге айтып кетті. Тақуалық деген не, ол қалай болады? Жалпы тақуалықтан алдын не болу керек? Соның барлығын түсіндіріп жатыр. Тақуа адамдар олар қайда барады? Оларға Алла Тағала нендей сый дайындап қойған? Соны түсіндіріп жатыр. Оларға қияметте осы дүниеде Алла Тағаладан қорыққандары үшін қияметте оларға қорқыныш болмайды екен. Бізге бұл кісі түсіндіріп жатыр. Соның бүкілін аяттардың барлығын айтып келіп, бұл кісі не деді? Соңғы сөзінде тоқтады. Бұл кісі айтып жатыр. Я ахиди, فإني أحذرك ونفسي مقاما عانت فيه الوجوه. Бауырым дейді. Мен саған не дедім? Мен саған ескертіп жатырмын. Және де менің де нәпсімнің баратын жері бар дейді. Менің де нәпсімнің баратын жері бар дейді. Фихил уджух. О жақта түрлі адамдардың жүздері болады. Ва хошиат фихил асват. О жақта түрлі адамдардың қорққан дауыстарын естисің дейді. Бұл ертең нені айтып жатыр? Ертең қиямет күнін айтып жатыр. Барлық адамдар көретін күн жайында айтып жатыр. Бүкіліміз көреміз сол күнді. Ва залла фихил джаббарун дейді. Ол күні дейді. Джаббарун өз-өзін такаппар санағандар, өз-өзін ұлы жоғары санап жүргендер, ол күні не болады дейді? Ол күні қор болады дейді. Бұл дүниеде біз неше түрлі адамдарды көреміз. Не істеп жүреді? Көкіректерін көтеріп, тіпті кейбір адамдар бар, амандассаң көзіңе қарап амандаспайды, немесе қолының ұшын ғана беріп амандасады. Тәкаппарлықта деп тұр да. Ертең тәкаппар адамдар сол жаққа барған кезде сынады. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтады, ертең тәкаппар адамдар жүрісінде тәкаппарлық болғандар, джаббарун, мутакаббирун, өздерінше жүрген адамдар осы дүниеде ертең сол топырақтай болып қалады дейді. Кішкентай ғана құмырсқадай болып қалады дейді. Хадис сахихта келеді. Барлық адамдар олардың үстімен жүреді дейді. Бүкіл өздері жоғарыдан қарап жүрген адамдар ертең ең төменгі адамдар болып қалады. Ең төменгі адамдар болып қалады. Ғалымдарымыз айтады, олар ойлайды дейді. Өз-өздерін тәкаппар санап жүргендер, олар ойлайды дейді. Олар бір таудың үстінде тұрған адам сияқты дейді. Ал басқа адамдар таудың астында тұрған адам сияқты дейді. Олар таудың үстінен қарайды адамдарға дейді. Адамдарды кішкентай ғана көреді дейді. Бірақ ол бейшаралар қайдан білсін дейді. Астындағы адамдарға да ол кішкентай адамға көрініп тұр дейді. Ол астында адамдар үлкен болып көрініп тұрған жоқ. Ол өзді солар басқа адамдар сияқты өзі сондай не нәрсе бейшара. Кейбір салаф солих ғұламалар айтты, жер бетінде ең бірінші жасалған күнә ол не деді? Жалпы ең бірінші жасалған күнә ол тәкаппарлық деген пікірге тоқтаған салафтар бар. Енді ва тадағдаға фихил мутакаббирун
Ол күні тәкаппарлар не істейді дейді? Сынады дейді. Яғни қияметте ешкім, яғни еңсесін биік көтеріп тұра алмайды. Еңсесін биік көтеріп тұра алмайды. Ва истаслама фихи ал-аувалун ва ахарун. Біріншілер болсын, әуелгілер болсын, біріншілер болсын, соңғылар болсын, біздің заманымызда өмір сүрген, олар бәрібір не істейді дейді? Истаслама дейді. Оның барлығы бәрі бой ұсынады дейді. Алла Тағала Құранда біріншілер және әуелгілер жайында айтады. Алла Тағала Құранда Вақиға сүресінде алғашқы аяттарында бізге баян етеді. Үш топты адамды баян етеді. Жәннатқа кіреді. Үш топ, жалпы адамдардың үш топтарын баян етіп жатыр. Сосын бірінші нейді? Асхабул ямин дейді. Оң жақтан кітап берілетіндерді баяндап жатыр. Ва асхабу шимали ма? Асхабу шимали. Одан кейін сол жақтан берілетін адамдар бар. Сол жақтан берілетін. Одан кейін үшінші топ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. Манағы кітабы оң жақтан берілгендерден де озған адамдар бар. Одан да дәрежесі жоғары болған адамдар бар. Улаикал муқаррабун. Олар не? Алла Тағалаға жақындар дейді. Сол кезде айтады. Алла Тағала аят жалғастырып келіп не деді? Суллатун минал аувалин дейді. Ва қалилун минал ахирин дейді. Жәннатқа кіретін адамдар не деп баяндап жатыр? Суллатун минал аувалин. Біріншісі. Ва қалилун минал ахирин. Бірінші топтар аувалин деген, анау бірінші ақырғылар деген, біріншілер деген сөзді ол. Кімдер? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында өмір сүрген алғашқылар солардан кім болады дейді? Солардан көп болады дейді біріншілерден. Ал екінші қалилун минал ахирин, екіншілерден соңғылардан аз болады дейді. Алла Тағала айтып тұр. Қазір. Мынау қияметтің кіші белгілері деген кітапты оқысаңыздар, көптеген қияметтің белгілері болып кеткен. Қиямет бөліп үшке бөлінеді ғой, болып кеткен, болып жатқан, болатын. Соның ішінде көбісі болып кеткен. Кейбіреулер ғана біз күтіп отырдық. Кейбіреулер ғана, ол Аллаху алам, бұл біздің көзімізде көрмей жүрген шығар, ол бәлки де көріп жатқан шығар. Мысалы, ішінде бар, мысалы, жер бетінде, мысалы, зинаның несі қаптап кетуі, мысалы. Сондай қияметте сондай заман келеді дейді, адамдар далада ашық зина жасап жатады. Сөйтіп өзіміз көретінбіз, далада жай не істеп жатқан жастарды, біреумен сүйісіп жатқан жастарды көретінбіз. Енді осы ма десең, жоқ. Субханалла, далада кәдімгідей зина жасап жатқан адамдар бар. Кәдімгідей далада ашық жасап жатыр соны. Соны ойладым да алдында. Сол уақыт келген жоқ қой, сол белгі әлі болған жоқ шығар деп ойладым да. Сол белгі. Сөйтіп, мынау сіздер жаңа университеттің қазірдің жанына кетіп бара жатсам, 2-3 баламен жай қыдыр. Неге? Прогулка жасап жүрген едік та, тамақ ішіп кейін кішкене тамақтар қадыр. Сөйтіп, анау су ағатын жер бар, соның маңайынан өтіп бара жатсақ, жолсыз айтады, алдында видеодан, интернеттен видео шықты ғой, жалпы неден новостидан көрсетті ғой, не десем. Соның маңайында жаңа орындық бар, сол жерге 2 жас не істеп отыр? Ашық зина жасап отыр. Сөйтіп отқан жоқ олар. Олар кәдімгідей зина жасап отыр. Зинаға апаратын жол істеп отқан жоқ, кәдімгідей үлкен зина жасап отыр сол кезде. Субханалла деді. Біз білмейтін қаншама белгілер бар, олар уже болып жатыр да. Оларға жоқ. Енді пайғамбарымыз Алла Тағала не айтып тұр? Әуелгілерден көп болады дейді. Соңғылардан аз болады дейді. Біз соңғылармыз қазір. Біз айтып жүрген ислам қазір неде? Кітаптарда, оқиғаларда, сахабаларда біз айтып жүрген ислам қалып қойды сол жақта.
Қазір исламды өз бойымыздан табу өте қиын қазір. Пайғамбарымыздың заманында сахабалар қандай болды? Хасан әл-Басридің сөзінен ақ түсінуге болады. Мен не дейді? Бадыр соғысына қатысқан 70 сахабаны көрдім дейді. Біз оларды көрсек дейді, табиғин айтып жатыр. Біз оларды көрсек не деп айтатын едік дейді? Мыналар жынды ма? Мыналар ауру ма деп айтатын едік дейді. Ал олар бізді көрсе не деп айтады дейді? Мыналардың дінге не қатысы бар деп айтатын едік. Бізді көріп табиғин уақыттың кезінде мыналардың дінге не қатысы бар деп айтатын едік. Бірақ ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мақтап кеткен заман. Сол заманды қарап отырсаң, қай бір уақытқа дейін халифат болып, не бірінші заманға дейін ислам қалай көркейді. Испанияның астанасы, кейін Испанияда Кордова деген қала болған. Сол не нәрсе? Ислам империясының несі болды? Астанасы болды. Өте мықты болды. Сол жақтан қаншама ғалымдар шықты. Имам Куртуби, әйгілі тәпсірші, Кордовадан қаншама үлкен ұлы ғұламалар шықты. Сол кезде ислам дамып тұрған кезде. Ал қазір міне азбыз біз қазір. Алла өзі айтып тұрды, біз азбыз деп. Алдын айттық қой, қаншама Қазақстанда қаншама миллиондаған адамның ішінде қаншама ғана пайыз намаз оқып жүр мысалы. Ал Алла Тағала Құранда ашық айтып тұр, оны мәсәләкәкум фи сақар. Сендерді тозаққа түсірген не нәрсе? Сұрайды. Бір-бірлерінен не нәрсе жайында сұрасады? Анил мужримин дейді. Құрдымға ұшырағандар жайында сұрасып жатыр. Жәннаттағы адамдар. Сосын дейді, араларында перде ашылады. Сосын олар тозақтағы адамдарды көреді. Құранда кейбір аяттарда келеді, ахи деп, ағасын, әкесін көреді деп. Сол кезде сұрайды, мәсәләкәкум фи сақар. Сақар деген тозақ. Сақар деген тозаққа түсірген сендерді не нәрсе? Қалу айтады, ләм наку минал мусаллин. Біз намаз оқымайтын едік. Ең бірінші айтатындар. Ал қазір, аз өте қатты қалып бара жатырық. Сол үшін әуалин уа ахирин деп Алла Тағала Құранда сөйтіп бөліп бізге көрсетіп жатыр ол адамдарды. Ал ертең кітап оң жақтан беріле ма, сол жақтан беріле ма? Аллаху алейм. Пайғамбарымыз хадис бар, бір адам бар дейді. Сахих хадис. Кейбір адамдар бар дейді. Жәннаттың амалын жасап келеді дағы, өмірінің соңында бір тозақтық амал істейді, не болып кетеді дейді? Тозақтық. Бір адамдар бар, тозақтықтың амалын істеп келеді дағы, не дейді? Өмірінің соңында жәннаттықтың амалын істейді, жәннаттық болып кетеді. Кім кепіл? Мен ойлаймын, кім кепіл деймін, біздің субханаллах естіп жүретінімізге. Аллах Тағала любой момент адастырып жүреді. Мынандай тәкаппарлықты алып тастау керек. Университетімізде доктор Ато деген үлкен доктор болған. Кейбір кісілер оны фақих деп айтатын. Өзінің саласына фақих деп айтатын. Ол кісі үлкен ғұлама, Судайсқа шатыспасам, Меккен имамы, Харамның имамдарынан естеген Құраннан ижаза тапсырып шыққан. Сол бір күні мен ұстазым әңгімелесіп ұстазға сұрап отырмын. Сөйтсем сол кісіден бастайында әрдайым кеңес сұрайды екен. Доктор, осындай не кеңес береді екен да, енді ұстаз, сіз үлкен ғалымсыз ғой, сіз білімдісіз ғой деген кезде, жоқ, тоқта, сен үйтіп айтма дейді. Неге? Мен өз-өзімді білімдімін деп айта алмаймын деді. Неге? Өйткені де Алла Тағала Құранда не деді дейді? Я Мұхаммад, біздің ең дінде білімгер кім? Біздің ғалымымыз, біздің мұғаліміміз, шейхіміз, біздің баршамыздың. Ол кім? Ол Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям. Енді Алла Тағала Құранда, ей Мұхаммед, саған азғандай ғана білім берілді деп айтады дейді. Пайғамбарымыз енді. Одан кейін мен дейді жаңағы кісі, мен өз-өзімді білімдімін деп айта алмаймын дейді. Мұхаммед саған азғандай білім берілді. Ал қалай мен өз-өзімді білімін деп айта аламын?
Егер біздің пайғамбарымызға азғантай ғана білім берді. Сенің иманың дейді, имам Захабидің кітабында кездеседі. Сенің иманың саған ешқандай пайда бермейді, егер сен тәкаппар болсаң дейді. Өйткені сенің мысалың Іблістің мысалы сияқты дейді. Ібліс те сенеді Құдайға. Сол үшін тәкаппарлық ол ешнәрсеге әкелмейді. Ол сол күні ұстап Алла Тағала Құрамда сол үшін жаңағындай соңғылардан аз болады деп бізді ескертіп жатыр. Бізді ескертіп жатыр. Ол бізге үлкен ескерту. Үлкен ескерту. Бұл кісі өзінің сөзін жалғастырып жатып, сол ақыретті бидалли уәл маскана. Ол күні барлығы не болады дейді? Мискин. Барлық кедей, кепшік жоқ болады. Қиямет. Бүкіл жүрет бір-бірлеріне сауап сұрап, маған сауап беш. Маған сауап беш бар ма? Ертең көреміз әке-шешемізді, жағамыздан ұстаған. Уаллахи айтам көреміз. Уәл-худу'i ли-раббил аламин. Алла Тағала барлығы бойсұнғыш болады. Ешкім де ол күні Алла Тағала бой ұсын алмай кете алмайды. Айтады ғой, осы дүниеде сәжде қылғандар сол дүниеде сәжде қылады деп, иә? Сөзі омыртқалар тік. Хадисте Бухарида келеді, омыртқалар тік. Жақсай алмайды да сәжде. Субханалла, жақсағысы келсе. Омыртқалар тік болып тұрады өйткені. Сенкі омыртқаң майысады беткен кезде. Ал ол күні омыртқа бірақ омыртқаларда оқтау сияқты. Жақсайын десе, жақсай алмайды. وَقَدْ جَمَعَهُمْ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي لَا ثَانِ لَهُ فِي الْحِبْتَدِ. Ол күні жаңағындай Алла Тағала не істейді? Жалғыз өзі болады, оның екіншісі болмайды. Барлық адамдар одан қорқынышта болады. وَلَا مُشَارِكَ فِي حُكْمِهِ. Оның үкімінде ода серік жоқ. جَمَعَهُمْ بَعْدَ الطُّولِ الْبَلِي لِلْفَصْلِ وَالْقَضَاءِ. Адамдардың барлығы қияметте Алла Тағаланы күтеді. Не үшін? لِلْفَصْلِ قَضَاءِ. Олардың істеген істерінің Алла Тағала ара жігін ажыратып беру үшін дейді. Ара жігін ажыратып беру үшін. Ертең қияметте ең бірінші Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? 3 жерде деді. Айша анамыз сұраған кезде, "Я Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, ертең қияметте адамдар сен мені танисың ба?" деп айтқан кезде, Пайғамбар не деп айтады? 3 жерде ешкім ешкімді танымайды деп. 3 жерде ешкім ешкімді танымайды. Сират көпірінің жанында ешкім ешкімді танымайды. Мизан, таразға амалдар өлшеніп жатқан кезде ешкім ешкімді танымайды. Және де амал дәптері не нәрсе беріліп жатқан кезде ешкім ешкімді танымайды деп. Ешкім ешкімді танымайды деп. Ешкім ешкімді танымайды. Сен ойлап жүрсің, не деп? Сенің амалдарың Алла Тағаланың алдында несет қабыл болып жатыр. Ертең оң жағынан дәптерімді алам деп. Ал Құдай біледі. Абдулла ибн Омарлар қажылыққа барып, "Я Алла Тағалам, менің ең болмағанда 2 ракат намазымды қабыл етші" деп дұға тілеп жылап жүрген сахабалар болған. 2 ракат намазымды қабыл етші. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Менің үмметімнің намаздары бар дейді. Кейбіреулерінің 3-тен бірі, 4-тен бірі, 6-тан бірі, 10-нан біріне дейін намаздары солай ғана қабыл болып жатқан адамдар бар дейді. Кейбіреулер бар, тіпті намаздары Аллах ағалам. Намаз оқып жатсың, сауап алып жатсың ба, Құдай біледі. Намаз оқып жатсың, намазыңды оқыдың, альхамдулилля. Сенің мойнына түсті намаз. Бірақ сенің намазың үшін сауап болды ма, болған жоқ па? Ол бір жеке бір бөлек мәселе. Оны да ертең түсіндіреміз иншалла. Ал ол кісілер Құдайдан қорыққаннан кейін Алла Тағаладан сөйтіп қатты дұға тілеген. Ертең қияметте Алла Тағала бір қыз айтады ғой, бір жүреді ғой. Бір қыз жаңа түс көреді. Сөйтсе орамал кимей жүрген екен.
Орамал кимей жүрген қыз жаңа түс көрген кезде Алла тағала кәдімгідей оны түсінде оған қияметті көрсетіп қойған ғой. Қабірде болады. Қабірдегі сұрақтарға жауап бере алмай қалады. Кейін не істейді? Қияметті көріп тіріледі. Тірілген кезде жаңағы не істейді? Амал дәптері беріледі дейді. 2 дәптері де берілді дейді. Оң жағына берілген дәптері жұп-жұқа болып берілген дейді. Сол жағына берген дәптері неше? Том-том болып берілген де енді үлкен болып. Сол кезде қатты жылап тұрып, сөйтіп ұйқысынан тұрып оянады, шошып. Сөйтіп ертең Құдай біледі да сіздің дәптеріңіз қаяқтан берген. Алла Тағала Құранда айтады ғой, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Кітап оң жақтан берілгендер не дейді? Мынау менің кітабым, оқыңдар деп жүгіреді дейді. Инни зонанту анни мулақин хисабия. Мен біліп едім осындай есеп қисап күн болатынын деп айтады. Фахуа фи ишатин радия. Енді ол қандай разылықта өмір сүреді? Фи жаннатин алия. Үлкен дәрежеде болған жәннатта қутуфуха дания. Жемістері өздері салбырап түсіп тұрған. Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия. Сосын оған айтылады: кулу вашрабу, же, іш. Осы дүниеде істеген амалдарыңа сай же, іш деп айтылады дейді оған. Өте үлкен бақыт. Жүгіріп жүреді, оң жақ дәптерін ұстап алып. Сол дәптерін мизанға қояды. Субханалла. Ол не деген қуаныш. Емтиханнан болсын. Емтиханды тапсырып тұрып, қатты қиналып, өте маңызды емтиханды тапсырып бітіп, ұстастырып. Ал енді балалар енді жауаптарың деп айтып отқан кезде, сеніңкі 95 деген кезде секіріп түсу бүйтпейді. Қуанып атамыз. Бір адамдарды көрсетіп атады телевизордан. Лотереядан бір машина ұтып алған кезде, ой, қуанып, быт-шыт селк етіп жатады жаңағы. Бір пылесосты тоқса да сөйтіп атады ғой. Алла Тағала бітті, сен құтылдың деген саған қолыңа құжат береді де қиямет күні. Он жақ амал дәптеріңе. Сол он жақ амал дәптеріне мен жазып жатырмын ба бірдеңке, жазбай жатырмын ба? Соны ойлау керек. Ал пайғамбарымыздың жаңа хадисі бар ғой. Бір адамдар болып жәннаттың амал істеп келіп өмірдің аяғында тозақтан. Ол хадистің шарты қалай? Қалай ол сонда өмірдің аяғына дейін жәннаттың амалын жасап келді де өмірдің соңында тозақтың амалын жасап тозаққа кетеді. Алдар жасаған амалдар сонда не болып кетті? Ғалымдар түсіндіреді ол хадистің шарқын. Ол осы уақытқа дейін жасаған амалдары дейді, бәлки рия үшін болған шығар. Бәлки рия үшін болған шығар. Сондай нәрселер бар балалар. Сол үшін да ертең Алла Тағала баршаларымыздың нәрселерімізді, амалдарымызды не істейді? Сұраққа тартады. في يوم آلا فيه على نفسه ألا يترك فيه عبدا أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن عمل في سره وعلانيته. Алла Тағала ол күні ешқандай қолын қалдырып қоймайды. Алла Тағала өзінің барлық нәрсесі үшін барлық неден тыйды, не нәрсені әмір етті. Соның барлығынан біз ертең қиямет күні Аллаху Субханаху ва Тааладан сұраламыз. Алла Тағала не дейді? Пайғамбарларды сендерге не үшін жібердім дейді? Уа мубашшир, уа мунзир дейді. Мунзир деген ескертуші, мубашшир деген сүйіншілеуші. Ертең қиямет күні бір топ адамдар келеді. Я Алла Тағалам, мен намаз оқымадым дейді. Я не үшін?
Не үшін намаз оқымадым? Мен кішкене дәулетті болдым, уақытым болмады, бизнесім болды деген кезде Аллаху Тағала кімді шақырады? Сүлейман алейхиссалам шақырады. Сүлейман, сенің жағдайың бұдан да артық болды. Мынау кісінің жағдайы сенен де артық болды. Бірақ ол намаз оқыды. Сенің айтып жатқан уәжің қабыл емес. Алла Тағала әділ да. Алла Тағала әр адамға әділдігін көрсетіп қояды да. Қиямет күні, мысалға қиямет күні жан-жануарларға есеп қисап болады. Не үшін есеп қисап болады оларға? Ол топырақ болып кетеді бәрібір. Не бар ол? Алла Тағаланың әділдігінің несі? Алла Тағаланың әділдігі соңына дейін жетеді да. Әділдігі мұтлақта, абсолютный әділдікті әрбір жәндік құмырсқаға дейін Алла әділдігін көрсетеді қиямет күні. Әй құлым қара, мен қандай әділмін? Әйтсе керек бұл. Екі құмырсқа бір-біріне жол бермей болған. Сол күні кәдімгі бір-біріне арыздасады. Екі қошқар бір-біріне сүзіскен. Мынау ананы сүзіп тастаса, ертең анау келіп ананы сүзеді. Сол барлығы ертең бізге көрсетіледі қиямет күні. Алла Тағала әділдігін көрсету үшін ертең саған айтады. Алла Тағала мен бай болдым, оқи алмадым. Сүлейман алейхиссалам оқыдың ба? Оқыдым, бара бер. Біреулер мен кедей пақыр болдым. Иса, ол Иса кедей болған, пақыр болған Иса алейхиссалам. Шөптің тамырын деп жүрген дейді. Тамақ жоқтықтан. Сен кедей пақыр болдың, сен де кедей пақыр бол, бара бер. Қабыл емес. Ешкімдігі қабылданбайды. Бүкіл пайғамбарлар, сен қандай сылтау айтсаң да сол сипатта пайғамбарлар болғанда. Күштімін десең Дауд болған, әдемімін десең Юсуф болған, тағы бірден кемін десең тағы бір болған. Түк айта алмайсың сен Алла Тағала. Сол кезде кейбір пайғамбарлар болады дейді. Артында біздің пайғамбар осы. Артында үмметі тұрады қаптап. Кейбір пайғамбарлар бірнеше адаммен, кейбіреулері 10 адаммен, кейбіреулер 5, кейбіреулер 2, кейбіреулер 1, кейбіреулерінде жоқ өзі тұр. Ешкім ермеген артынан. Ешкім ермеген артынан. Ертең сол күннен Алла Тағала соңғы түскен аятта, бізге соны баятты. Соңғы түскен аят не нәрсе? Айтып бердім. Ең бірінші түскен аят не нәрсе? Иқра. Кішігірім ихтилафтар бар, жумхур иқра деп айтады. Соңғы түскен аят не нәрсе? Наср? Жоқ, жумхур оны айтпайды. Бақара сүресінің неше? 200? Жоқ. Ол емес. Ондай пікірлер бар, бірақ олар емес. Ең соңғы түскен аят Бақара сүресінің 281 ма, 282 ма? Алла Тағала Құранда дейді. واتقوا فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون дейді. Бұны тафсир керек болса тафсир Мунирда имам Қуртубидің ойы жумхур осы пікірде тоқтады. Көпшілік ғалымдар жумхур деген көпшілік ғалымдар. Алла Тағала не деп тұр? Фаттақу йаума туржауна фихи илаллах. Алла Тағаладан қайтатын күннен қорқыңдар. Сумма таваффа куллу нафсин ма касабат. Әрбір адам не істеген үшін, өзінің істеген нәрсесі үшін жауапқа тартылады. Оларға ешқандай зұлымдық жасалмайды. Алла Тағала ешкімге ешқандай зұлымдық жасамайды. Ғалымдар айтады, діннің басы дейді, немен басталды? Біліммен. Соңы немен? Қорқумен, тақуалықпен. Оқумен басталса, оның аяғы тақуалықпен болу керек та. Солай болу керек деп ғалымдарымыз түсіндіреді. Сол үшін ол қияметтің ахуалы өте ауыр. Қиямет болып жатқан кезде адамдар не деп айтады дейді? Тез-тез тозаққа түсетін болсақ, тез-тез түсейікші деп айтады дейді. Астағфирулла. Өйткені шыдамайды. Азабы қатты. Өзі ойлайтын мен, әр адамға күн жақындатылып қояды. Сол кезде біреу тізесіне дейін батып тұрады, біреу мына жаққа дейін, біреу мына жаққа дейін деп айтып жатады ғой. Сол кезде мынау адамның халін ойлайтын едім да, мынау жаққа дейін қалай батып тұрады, қалай тұрады екен деп.
Сосын өздеріңіз көрдіңіздер ме? Суға түсіп жатқан кезде қай бір су болсын, мына жаққа дейін барған кезде бүйтіп тұра алмайсың сен ұзақ уақыт. Дәл сөйтіп көріңіз да, субханалла, ертең адамдар қияметте үйсіп тұрады деп өзіңіз елестетіп көріңіз. Еще ол сіз салқын суда тұратын шығарсыз, ол кезде салқын су болмайды ғой. Ол кезде салқын су болмайды. Енді бұл кісі сөзін жалғастырып, баб мa'рифату ма ябда бихил абду минал иддати лил мақами байна ядиллахи та'ала дейді. Және де құлға не нәрсе бірінші не нәрсемен бастау керек дейді. Алла тағаланың алдында жаңағындай не істеу үшін, Алла тағаланың құзырында дайындалу үшін. Осы Алла тағаламен кездесуге дайындалу үшін ғой жалпы. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَبْدَ بِهِ مِنَ الْعُدَّةِ لِذَلِكَ مَقَامُ تقوى الله عز وجل في السر وعلانية لا يؤمن قلبك في ذلك مقام مع قلوب المتقين حين ينجز لهم ما وعدهم من الآمن والغبطة والسرور. Не дейді? Ең бірінші құлға міндет болады. Қайттан осы тақуалықты айтып тұр. Тақуалық оған міндет болады дейді. Не дейді? Іштейді, сырттайды. Іштейді тақуалық бар, сырттайды тақуалық бар. Сырттай сенің өзіңнің сыртқы амалдарыңды көрсету. Ал іштей тақуалық ол қашан сезіледі? Сен мынау ішіңде ешкім жайында, ешқандай адам жайында жаман ойлай алмайсың сен. Алла тағала Құранда не сырттай және іштей жасалатын күнәлардан аулақ болыңдар деді. Я аyyuhalladhina amanu tajtanibu kathirun minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithmun деді. Ей иман келтіргендер, сақ болыңдар. Не нәрсе деп? Көп күмәнді ойлардан. Өйткені кейбір күмәнді ойлар, олар не нәрсе? Күнә. Сен бір бауырың жайында жаман ойласаң, ол күнә болуы мүмкін. Пайғамбар саллаллаху кейін хадис бар. Хадис әлсіз, бірақ фадоил амалда жүретін хадис. Сол кезде жаңағындай пайғамбарымыз айтады, қияметке дейін үш нәрсе ол менің үмметіммен бірге болады дейді. Ең бірінші не нәрсе? Қызғанушылық дейді, осындай не дейді, жаман ойлар дейді. Соның үшіншісінде ырымға сену дейді. Бірдеңке оқпаса, бірдеңке оқып қаламын деп байланыстырып жүре береміз постоянно. Осы үш нәрсе. Сол кезде сахабалар айтады, я Расулаллах, ол нәрселерден біз қалай құтылып тұрамыз? Өйткені пайғамбарымыз айтты, әрбір түскен ауруға, ол ауру, ішкі ауру кәдімгі. Әрбір түскен ауруға не бар деді? Шипа бар деді, өлімнен басқа. Сол жаңағы не істейміз дегенде жаман ой келсе, не істеңдер? Жаман ойды ары қарай дамытпаңдар. Мынау бүйтіп жатыр ғой. Бұл алдыңғы күнде сөйткен, бұл сөйтіп, бәсе, движениялар ұқсас, что-то деп ары қарай әкетпеу керек та, ойды жүйрек қыл. Жоқ, субханалла. Сол жерден кесіп тастап, жақсы ойлап кесіп тастау керек. Жақсы ойлап кесіп тастау керек. Қызғанушылық болады. Қызғанушылық болған кезде пайғамбарымыз не еді? Әрбір қызғанған сәттерінде Алладан кешірім сұраңдар деді. Алладан кешірім сұраңдар деді. Және де ырым болған кезде оған жай сенбеңдер деді. Барлық жақсылық, жамандық неден? Алла тағаладан. Алдын қарамышы өтіп кетті ме, ештеңке деп ойлап қалмау керексің да. Что-то это к дурному деп орыстар шығады. Үйтіп жаңағындай ойлауға, не істеуге, не дейді? Жаңағындай болмайды. Сол енді мына кісі айтып жатыр. Енді дейді, жүрек дейді. Қалбақа фидалика мақам мағал құлуби мұттақин дейді. Жүрек дейді, сондай мұттақиндермен болған жүрек болу керек дейді сенің жүрегіңде. Жүрек. Ол жалпы қызық нәрсе де. Алла тағала не дейді? Пайғамбар не дейді? Инна Аллаха ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум валакин янзуру иля қулубикум ва аъмаликум. Алла тағала сендердің сыртқы келбеттеріңе, дене пішіндеріңе қарамайды, бәлки сендердің жүректеріңе және де амалдарыңа қарайды дейді. Біз өзіміз негізі қызықпыз. Бір жерге, үйге қонақ келеді десек, сол әрбір үйде гостиный деген жер бар. Қонақ қабылдайтын әдейі арнайы жер бар.
Қонақ келеді деген кезде ол жерге әдемі көрпешелер төселіп, именно сол бөлмеге жаңағындай қымбат шкафты сатып алып қойып, неше түрлі жаңағы приборларды сол жаққа қойып қояды. Әдемі көрпелерді төсейсің, дастархан жаясың. Дастарханға жайған кезде де анау нәрселерді қоймай қымбат қампиттер болсын, сондай үлкен әдемі боласың. Өйткені ол қай жер? Қонақ келетін жер. Қонақтың назары көзі түсетін жер. Қонақ қарайды. Мыналар дайындалыпты ғой, үйлері жақсы екен ғой деп. Сөйтіп айтады. Ал енді мынау жүрек. Алланың қарайтын жері. Алла қарайды екен осы жүрекке. Сенің киіңе емес, дене пішіңе емес, сенің жүрегіңе қарайды дейді. Сен амалдарыңа қарайды. Енді осы жүрекке қарайтын болса, неге осыны жүректі тазартпасқа? Адамда сыртқы аурулар бар. Тісіміз ауырса, барамыз стоматолог, жыратпайды өйткені. Басқа бір жеріміз ауырып жатса да. Ал жүрек деген бар. Оның ішіндегі аурулар бар. Соларды да емдеу керек. Өйткені Алланың ең бірінші қарайтын жері. Сен Аллаға ең бірінші қияметте ұсынатын нәрсе не? Раббил аламин. Мынау жүрек айтылып тұрған жоқ өзі. Пайғамбарымыз айтады ғой. Ол кезде жаңағыдай ғалымдар айтады ғой, ол анау бір жүрек бар, ол таза болса, бүкіл дене таза болады деген сияқты. Ол кездегі айтылып тұрған мынау жүрек емес дейді, ол кездегі айтылып тұрған мәжази жүрек мынау. Әйтпесе бұл жүректі алып тастап, сосын барып бір христиан адам, мен жүрегім ауырып жатыр мысалы. Сосын барып операция жасатып маған, сосын барып христиан адамның жүрегін сап қойды маған. Мен христиан болып кетпеймін ғой. Қайттан кәлима айтуға тиісті емеспін ғой мен. Сол үшін де мынау жүрекке не істеу керек? Бұл жүрекке дұрыстап қарау керек. Неге жүрекке қарайды? Өйткені жүрек Аллаға ұсынатын нәрсе. Ал неге амалдарға қарайды? Өйткені амалдардың көп болғаны маңызды емес. Амалдардың жақсы болуы, ықыласты болуы маңызды. Айюкум ахсану амала деп Табарак сөзінде. Айюкум кафирун амала деп айтқан жоқ та. Көп амал жасайсыңдар, жоқ. Ахсану амала, жақсы амал. Аз болса да неге қарау керек? Качествоға қарау керек амалдардың. Түсінесіздер ме? Сондай нәрсе бар. Енді соны айтып отыр. وَمَا تَرَكَهُمْ لِلَّطِيفِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُعْطِيهِمْ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى أَنَارَ لَهُمْ قُلُوبَهُمْ وَأَعَزَّ لَهُمْ أَنفُسَهُمْ وَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ خَلْقِهِ وَنَعَمَهُمْ بِالطَّاعَتِهِ فَأَلْزَمَ قُلُوبُهُمْ مَعَ الْخَوْفِ مِنْهُ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ وَالْإِنْسُ إِلَى رَجَائِهِ دِدَ ثُمَّ عَلَى ذَلِكَ بِالشَّوْقِ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ دِدَ. Ол дейді, осы дүниеде дейді, басқа адамдар сияқты еш нәрсені уайымдамай, жаңа жеңілдің астымен деп айтатын беді. В общем, жеңіл нәрселерді не істейді дейді, ол адам ондай жолды таңдамайды дейді. Ондай жолды таңдамайды. Кедейлік, пақырлық. Ертең Аллаға сүйіктірек болады да негізі. Және де кедей адамдар, пақыр адамдар бар осы дүниеде бар. Солар жәннатқа бірінші кіреді. Абдул-Қадир Джейлани рахималлах айтады. Мен дейді, Алла тағалаға жақындау мақсатымен дейді, түрлі жолдарды көрдім, таңдадым, түрлі жолдарды көрдім дейді да. Мынау жолмен баруға болады дейді. Мынау жолмен баруға болады. Ең жақын жол осы екен дейді да. Кедейлікпен тәкаппарлық болмайды кедей адамда. Ал болса, пайғамбарымыз хадисінде айтты, ең Аллаға жек көрінішті адам сол. Кедей еще тәкаппар. Кедей оған осы еще тәкаппар да. Пайғамбарымыз үш адамға Алла тағала тіпті қарамайды, олар назарында түсірмейді деген хадистің ішінде біреу кім? Жаңағындай тәкаппар кедей дейді. Енді Абдул-Қадир Джейлани айтып отыр. Енді ол редкий случай да, кедей адамның тәкаппар болуы. Жаңа кедей адамдар тәкаппар. Сол айтып отыр да, сол пақырлық жол, кедейлік жол, сол Аллаға ең жақындататын жол сол дейді да. Мен сол жолда аз адамдарды кездестірдім дейді. Бұл жолмен баруға батылдығы батпайды ешкімнің, өйткені барлығы дүниені жақсы көреді. Барлығы нені жақсы көреді? Дүниені жақсы көреді. Ал Абдул-Қадир Джейлани ол кішкентай кезінен қалай тәрбиеленген? Ал Абдул-Қадир Джейлани жайында оқиғаны естіп пе едіңіздер?
Анасы шыншылдыққа үйретеді. шыншылдыққа үйретеді. Анау жолда келіп кімдер ұстап алады ғой? Қарақшылар. Сол кезде бүкілінің ақшаларын, заттарын ақ қойып жатқан кезде Абдулқадыр Жайланидің анасы оның мына жерін қолтығының астына кішкентай жаңағындай нелерін мешочекқа ақшасын салып, динар дирхамдарын салып, не істеген тығып қойған. Ешкім біліп қоймасын деп. Сосын бар сенде бірдеңке бар ма дегенде, менде бар ақша, міне қолтығымның астында деп көрсетіп тұр дейді. Сен неге айтып тұрсың, сен айтпаған кезде біз білмейтін қалатын едік қой деп айтады да, оны апарып басшыларына апарады. Сөйтіп басшылар отырады, балақай, сен айтпаған кезде біз білмей қалатын едік қой, неге айттың дейді. Сендер бар ма деп сұрадыңдар дейді. Мен бар деп айттым дейді. Қай жерде деп сұрадыңдар, мен көрсеттім дейді. Маған анашым әрдайым үйрететін дейді. Ешқашан өтірік айтпа деп әрдайым анам үйрететін дейді. Мен өтірік айтпаймын деп айтты дейді. Сол кезде манағы кісі тұрып жылайды. Мен осы адамдарды осындай неде, осындай жаман істе басшы болып едің, сен тақуалықта бізге басшы болшы деп айтады сол кезде. Абдулқадыр Жайлани. Ол кішкентай кезінен сондай шыншыл, солай өскен кісі да ол. Үлкен дәрежедегі әулиелік дәрежеге жеткен. Ал шайтан әрдайым азғырады ол адамды. Сөйтіп Абдулқадыр Жайланиға 20 жыл бойы шайтанның ешқандай бір ауына түспей жүрген ғой шайтан. Ешқандай бір ауына. Сөйтіп 20 жылдан кейін келіп шайтан келіп, Абдулқадыр, 20 жыл болды сені азғырамай жүрмін. Сен 20 жыл болды саған түк істей алмай жүрмін ғой деген сияқты айттың ғой. Аузы билля, тағы да мені азғырып жатсың ғой деп айтады дейді ғой. Ананың жүрегіне, мен 20 жыл болды саған таянамай жүрмін. Ан деген кезде, маған шайтан таяна алмай жүр 20 жыл болды деген кезде сәл болса да кейбір кіріп кетуі мүмкін ғой. Сен тағы да мені азғырып жатсың ба? Аузы биллахи минаш шайтанир раджим деп тағы да айтқан екен. Қалай деймін да, ол кісілердің дін түсінігі, мен түсінбеймін ол кісілер. Дінді қалай түсінген дейсің да? Ол ғалымдар ғой, субханалла, ғалымдар ғой шіркін. Ғалымдардың ахуалы да. Қалай истимбат шығарған екен деймін да? Бір күні имам Малик, имам Шафиға имам Маликтің шәкірті болды. Имам Маликтің жиынына келіп бірігіп айтады ғой, имам дейді. Менің әйеліме дейді, оқиға болып қалды, мен байқамай әйеліме талақ беріп қойдым. Қалай дейді? Сол кезде мен сізден үкімін сұрайын деп едім дейді. Бір адамға папугай сатқан. Папугайды сатқанда айтқан, мынау папугай тоқтамай сөйлейді деп айтқан. Егер тоқтап қалса менің әйеліме 3 талақ деп айтқан. Сосын ана кісі үйіне барып, қараса тоқтап қалады арасында. Мынау қалай? Сосын барады айтады, бауырым кешір дейді, сен папугайын тоқтап тұрады екен арасында дейді. Сонда мен әйелім 3 талақ болды ма дейді. Имам Маликтен сұрайды. Имам Малик тұрады да сол кезде. Сенің әйелің солай болып қалды дейді. Шәкірттердің арасында біреу қол көтеріп, ұстаз дейді. Не болды десе, оның әйелі 3 талақ болған жақ дейді. Имам Шафиға еді сол кезде қолын көтерген. Қалай, не дәлелің бар дейді. Пайғамбарымыздың кезінде пайғамбарымызға бір кісі келеді дейді. Кім жайында сұрайды? Бір кісі жайында сұрайды. Ұмытып қалдым, Абу Лахаб жайында ма, біреу жайында сұрайды. Мен соған үйленейін деп едім, я Расулалла, сіз не дейсіз деп айтады сол кезде пайғамбарымыз келген. Пайғамбарымыз айтады, ол әрдайым өзінің таяғына сүйеніп жүреді. Әрең жүреді, таяғына сүйеніп жүреді. Деп сөйтіп пайғамбарымыз айтады соны сипаттаған кезде. Я Расулалла, осы нәрсені үкімге ала тұра, ол талақ емес дейді. Бұның не қатысы бар дейді. Жаңағы имам Малик айтады, бұның талақ емес дейді. Бұның не қатысы бар десе, өйткені ол ұйықтаған кезде дейді ол кісі. Таяғына сүйенбейді ол. Ұйықтаған кезде ол таяғын қойып қояды, сосын ұйықтайды. Ал пайғамбардың өзі тұр, ол әрдайым таяғына сүйеніп жүреді дейді. Демек, әрдайым деген сөз постоянно үзілмей деген сөз емес дейді. Демек, әрдайым деген сөз ол кейде оны тәрк етіп тұрады деген мағына білдіреді дейді. Қайсыңыздың телефоныңыз? Ол сондай мағына білдіреді дейді. Сол үшін де сенің жаңа папугай жайында әрдайым деп айтқан сөзің ол всегда деген мағынаны білдірмейді да біздің тілімізде айтқан кезде. Сол үшін де ол кісінің әйелі 3 талақ емес деп жаңағы кісіні сөйтіп құтқарып алады. Субханалла.
Қалай истинбат шығарған? Сен өмірі ойламайтын ол хадистен бірдеңе шығаруға болады. Жай қарапайым оқиғадан. Ол ғалымдар. Енді сенің жүрегің, енді біздің жүрегіміз не дейді? Сондай жаңағы бұл дүниені тәрк етіп, ол арғы дүниеден не күтеді дейді? Арғы дүниеден Алла тағаладан беретін нәрсесін арғы дүниеде береді ғой деп күтіп жүреді дейді бастайын әрдайым. Альхамдулилля деп. Хатта анару лахум қулубахум, олардың жүректері әрдайым жанып жүреді дейді, нұрланып жүреді деген сөз ғой. Ва азза лахум анфусахум, олардың нәпсілері сондай мықты нәпсілеріне берік болады. Нәпсі жайында да өтеміз еді. Нәпсінің қанша дәрежесі болады? Қанша дәрежесі бар? Нәпсінің 7 дәрежесі бар. Тереңірек кіретін болсақ. Ертең оны да иншалла дұрыстап түсіндіреміз. Ва агнахум бихи ан халқихи, ол басқа адамдардан бай дейді. Басқа адамдардан бай. Қандай адам? Тақуа болған адам. Тақуа болған адам. Ва на'амахум биттаати, оған итағат қылумен, ол итағат қылып жүр. Сол оған берілген үлкен нағмет деп түсінеді дейді. Алла бізге берді осыны. Үлкен нағмет. Алла не деген мейірімді, Алла не деген кешірімді. Сен Алла тағаланың алдында тұрып намаз оқисың. Бірақ Алла тағаланың алдында лайықты емес түрде намаз оқисың. Башқа түрлі нәрсе жайында ойлайсың Алланың алдында тұрып. Алла не деген мейірімді, саған келесі намазға да тұруға мүмкіндік береді. Сен кейін ол намазда да быт-шыт болып әрең дәрен алып, сол намазда тағы өзіңнің рубежке экзамендарын ойлап тұрсаң да, Алла тағала бәрібір саған келесі намазға келуге мүмкіндік береді. Өйткені ол мейірімді, сабырлы, саған әлде де мүмкіндік береді. Осыны үлкен нығмет деп санау керек. Алла үлкен нығмет беріп отыр бізге. Қаншама Рамазан ораза лайықты түрде емес өтті біз үшін. Бірақ Алла тағала бәрібір бізге иншалла келесі Рамазанға жеткізіп жатыр да. Әлсін үшін жылда жетеміз. Тақаддама мин зәнби, барлық анау алдыңғы істеген күнәларымыз кешірілу үшін. Үлкен мүмкіндік бұл Құдай тарапынан беріліп жатқан бізге. Біз оны түсінбейміз да. Өйткені біз фикр қылмаймыз. Фикр. Алланың нығметі жайында ой жүгірту керек. Алла тағала. Фаттақуллаха я улил албаби аллазина аману. Ей, ақыл иелері, иман келтірген ақыл иелері, Алладан қорықпайсыңдар ма дейді Алла тағала. Міне соны ойлану керек. Итағат ол үлкен Алланың тағаладан тарапынан берілген үлкен нығмет, соны түсіну керекпіз біз. Алла үлкен бізге әрдайым мүмкіндік беріп тұрады. Әйтпесе Абдулла ибн Масудтың сөзі бар емес пе? Муъмин адам бар дейді. Сосын барып қандай адам бар? Иманның дәрежесіне қарай адамдар бар дейді да. Сондай муъмин адам дейді. Бір күнә жасап қойған кезде дейді, тастың астында отқан сияқты дейді да. Хадисте өзінің айтылған сөзінде, әсәрда, сахабаның жаңағы сөзінде. Муъмин адам сондай бір күнә жасап қойған кезде тастың, үлкен дәу тастың астында отқан сияқты дейді да. Соны жасап қойса, құлап кете ме деп қорқып тұрады дейді. Үлкен тас сұр құлайын деп, сіз астында отырсыз. Күнә жасасам, жасап қойсаңыз, солай қорқама деп, сөйтіп қорқып тұрасыз да. Ал басқа адам дейді. Ол мұрнына шыбын қонып өткенде биде салады да қоя салады. Басында ана медресеге бірінші подкурсқа келіп оқыдық қой мен. Подкурсқа келіп оқыдым. Сол кезде келген кезде әлі есімде. Субханалла, хадис жаттайсың, Құран жаттайсың. Сөйтіп жаттап жүрген кезде бір күні ұстаз келіп андай айтып қойған, осыншама хадис жаттайсың, оған жеткізбесеңдер таяқ жейсің дейді. Кешері ұстаздан қорққанымнан жаттадым деп айта салған соң. Қорққанымнан айта салдым да сол кезде. Ұстаздан таяқ жемейін деп. Сөйтіп айта салдым да, субханалла. Анау медресенің әсері ма, қайда шықпайсың, бұрынғы мешіт, намаз, мешіт, сыртқа шықпайсың. Сот ұстамайды, ұстатқызбайды. Сол кезде жаңағындай бір жеті бой жүрегім тыныштық таппай, не ұйықтай алмай, субханалла, не айтып қойдым мен деп. Сөйтіп 2 жеті уақыт өтті.
Сөйтіп жаңа бір қарекеңдер сыртқа шығып келеді деді. Мен ұстазбен де сыртқа шығып келейінші, бір қажеттерім бар еді деп сыртқа шығып келіп, сөйтіп барып орталық мешіттің жанынан өтіп бара жаттым да, мына жақта адамдардың кейбіреулері боғау сөз айтып жатыр. Валлахи айтамын, боғау сөз мен құлағыма бүйтіп естілген кезде жүрегім қатты ауырып кетті да. Мен сөйтіп мен жүрегім сөйтіп ауырады деп ойламаппын. Біреуден боғау сөз естіген кезде. Маған боқтап отқан жоқ, өздері бірдеңе деп сөйлесіп жатыр. Боқтап келе жүреді ғой адамдар. Валлахи айтамын, кәдімгі жүректің ауырғанын сезесің. Ал ар жақта медресе жатқан кезде, медресе, Құран, хадис, жетісіне бір ақ рет сотка береді, жамағатпен намаз, таң намаздан кейін тұрасың, ұйықтамайсың, бүкіл жүйемен аз тамақ ішесің. Ешқандай сол кезде көреді екенсің де, жаңағы жүректің тазарғанын. Бір сәл лас нәрсе сезіліп қалса, уже жаңағындай жүрегің ауырып, шаншып кетеді кәдімгідей. Бірақ ол деген сөйтіп кет деген сөз емес. Просто солай болады екен да адам. Солай болады екен да. Енді әрдайым дейді, ол жүрек не деді? Әрдайым Алла Тағаладан қорқып жүреді, әрдайым басқалар жайында жақсы ойларда жүреді. Вал инсу иля роджаихи, ол адам не істейді? Әрдайым Алла Тағаладан үміт етіп жүреді екен. Сумма аля залика бишауқи илейхи джалла ва азза. Сосын ол Алла Тағаланың несін, Алла Тағаланың жоғарғы жаңағындай, Алла Тағала оған бір жоғарғы жерден, дәрежеден орын әп береді деп, ол адам соны қалайды. Ол адам соны үміттеніп жүреді. Ва иля джаннатихи, джаннатты үміттеніп жүреді. Фанақлухум мил макабадати иля наими битаатихи ва сурури биха. Ол не істейді? Сол осы дүниеде шыдамдылық қылған үшін, сабырлық қылған үшін, ол ертең осы шыдамдылық мекеннен қандай нығметі толған, қуаныш болған мекенге көшіріледі деп бұл кісі өзі айтып жатыр. Уақанахум минад дуния бил ясир. Дүниеде әрдайым не істейді? Азға қанағат етеді, жақсылықта өмір сүреді, әрдайым не істейді? Көмектесіп жүреді дейді. Сол кейін басқа адамдарға көмектесіп жүреді, және оған да Аллах Тағаланың әрдайым жәрдемі болады, Алланың көмегі. Алла Тағаланы сезген адам, Алла Тағаланың жүрегімен сезген адам, ол Алла Тағаланың жәрдемін сезіп тұрады әрдайым. Алла Тағала Құранда айтты дейді. Инна Аллаха ма'аллазина тақу валлазина хум мухсинун дейді. Алла Тағала әрдайым тақуалармен бірге. Тақуалар олар кімдер? Аллазина хум мухсинун, мухсиндар. Әрдайым жақсы істі жасап жүретіндер деп бұл кісі бізге түсіндіріп жатыр. Енді әлі уақытымызда келіп қапты. Енді бұл кісі осындай аяттарды айтып келіп, осындай көп нәрсені айтып айтады. فَهَلْ عَلَى مَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ ضَيْمٌ أَوْ خَذَلَانٍ дейді. Азаматсың.
кісі мына сөзінде не деп айтып жатыр? Енді Алла Тағаланың сол жәрдемінде жүрген адам, Алла Тағаланың қорғанында жүрген адамға бір бәле, бір апат бола ма деп ойлайсыңдар ма деп сөйтіп бізге айтып жатыр. Сөйтіп сөзін сөйтіп бізге айтып жатыр. Алла Тағала болса, кіммен Алла болса, оған ешкім зиян тигізе алмайды. Кіммен Алла Тағала болса. Сол үшін де Алла Тағалаға бойсынып, жүрегімізді жаман нәрселерден тазарту керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Айта беріңіз. Сөзге бір адам кедейін жаңа кедейлік туралы егер кедей мен осындай бай болсам мынандай жақсы нәрсе жасар едім деген жақсы ой ойласа оған сауал жазылады. Омар радиаллаху анху бір күні сахабалардан отырып, сендердің қандай армандарың бар деп айтады. Сол кезде сахабалар тұрып айтады, бай дәулетті болсақ екен ғой деп айтады. Қандай ниетпен? Әлбетте жаңағыдай не істеп, зекет беріп, біраз адамдарға садақа беріп, біраз адамдарға көмектесек қой деген ойлар тастайды. Бүкілі соған ұқсас ойлар айтады көп сахабалар. Сол кезде Омар ешқайсысын тыймайды. Демек, одан кейін Омар өзінің арманын айтады. Осындай мәжілісте жақсы адамдар болса деп, енді оны ғалымдар сосын шарықтайды да ол сөзді. Сол келген кезде жалпы оны не істеуге болады? Сөйтіп істесем ғой деген ниетпен оны не істесе болады жаңағы. Бірақ әлбетте оны жаңағыда армандаса, істесем ғой деп армандаса болады, ешкім одан тыймайды. Ешкім одан тыя алмайды. Бірақ сахабалар не дейді? Біз қандай да бір кедейлікпен сыналсақ, біз ол сынақтардан өтетін едік дейді. Бірақ байлықпен сыналған кезде не істейтін едік дейді? Кішкене қиын болатын еді деп айтады. Сахаба болады ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келеді ғой, я Расулалла, мен кедеймін, 5 уақыт намаздан да қалмайды мешіттен, намаздан, әрдайым намаздан, сосын келіп сұрайды ғой. Я Расулалла, маған байлық тілеші, мен кедеймін. Саған осы жағдайың жақсы, керемет болып тұр. Жоқ, я Расулалла, маған тілеші деп айтады, қоймайды. Пайғамбар тағы түсіндіреді, жоқ, маған тілеші деп айтқан кезде пайғамбар тілейді. Сосын ол адам бай болады. Сөйтіп не істейді? Таң намазына келмейді бір күні. 4 уақыт намаз оқиды. Келін 5-інде келмейді. Одан 2-інде де келмейді. Одан ақшам келмейді, құптан келмейді. Сөйтіп 5 уақыт намаз мешітте оқып жүрген сахаба бұрын. Бай болып біткеннен 5 уақыт мешітке келмейді уже. Сосын барып бір күні жұмаға келмей қалады. Бір күні жұма намазына келмей қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи зекет жайында аят түседі. Пайғамбар саллаллаху зекетті алуға жібереді. Ол адам бермейді. Мен өзі терімді таптым дейді. Сондай әңгіме қозғай бастайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи дүниеден өтеді. Кейін ол кісі тәубесіне келеді. Абу Бәкірге зекетін апарып берген кезде Расулалла алған жоқ, мен алмаймын дейді. Омар да сөйтіп өтеді. Расулалла алған жоқ, мен де алмаймын деп. Сондай ауыр халде болғанда ол кісі. Сахаба сөйтіп байлықпен сыналған. Бір күні бір сахаба біреумен ренжісіп қалады, не үшін? Байлық үшін. Бай адам оған тәкаппарлық танытады. Сөйтіп Расулалла жинайды да, ей дейді, сен тұр дейді. Анау тұрады, кешірім сұра дейді. Мені кешір бауырым, мен өзімді тәкаппар санап артықшылық жасадым дейді. Қаласаң менің байлығымның жартысын ал дейді. Анау орнынан тұрады, сахаба маған керек емес дейді. Неге? Өйткені бай болып сен сияқты болып кетуден қорқамын деп айтады. Сондай сияқты риуаяттар бар. Бірақ жалпы ислам ешқашан бай болма деп айтпайды. Бәлки бұл сөздер не нәрсеге арналған? Ол нәрседе өте сақтықпен болу керек деген сөз ғой. Сен әрбір қадамыңда сақтық болу керек деп арналған. Өйткені зекет мәселесінде де көп ғалымдар айтады, тартысады ғой жаңағы. Имам Мужахид бар, тағы да бір ғалымдар айтады, ол зекеттен тыс, оған тағы да басқа көмектесу дейді кедей кепшіктерге. Оған міндет дейді, оған уәжіп дейді да. Зекеттен тыс. Ал біреулер айтады, жоқ, зекетін бердім, альхамдулилlah, ол уже никому ничего не обязан. Сондай да айтқан мәселелер бар. Жоқ, сол үйтіп ниет қылуға болады. Үйтіп ниет қылуға болады. Сол Алла разы болсын. Ахири дауан, алхамдулиллахи раббил аламин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма инна нас'алука аль-джанната ва на'удзу бика минан нар. Аллахумма иннака афуун каримун тухиббу афва фа'фу анна. Аллахумма tahhir qulubana min an-nifaq wal-kibr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Allah razı olsun.